Достар, бүгін сіздерге мына рубашка мектепке киіп жүрген балдардың рубашкасының алдына, қолына сызылып келетін ручканың кетіріп көрсететін боламын. Бұл үшін бізге жидкость қажет болады. Мына ручканы аламыз, сіздерге сызып көрсетейін. Мына әр жеріне осылай тиіп келеді ғой мектептен. Соны осы жидкостьпен кетіретін боламыз. Қараңыздар. Міне осылай құйып аламыз да, осы жерді былай ысқылайтын боламыз. Міне ручканың ізі қалмады. Енді мына екіншісін кетіріп көрсететін болам. Осылай жидкостьті үстіне құямыз и осылай кетіретін боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, міне өте керемет. Мені тағы да ысқылап жіберсеңіздер, бұл да кетіп қалатын болады. Міне ақ көйлектерді бір күн кисе, уже сразу сия болып келеді ручканың пастасы. Порошокқа жуғанмен кетпейді. Осы лайфхакты қолдансаңыздар болады. Достар, менің арнама тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздер қай жолмен кетіресіздер. Осылай оңай және тез кетіруге болады. Сіздер де кетіріп көріңіздер. Міне тағы да бір жерін көрсетейін сіздерге. Міне ручкамен өзіміз сызып алдық. И тура осы жерге жидкостьімізді құямыз былай. Міне енді осы жерді былай ысқылап жіберетін боламыз. Міне жидкостьіміз болды. Міне ручканың несі қалған жоқ, барлығы кетті. Мына кішкене көкшіл болып тұрған нелердің бәрі порошокқа кетеді. Бұлар порошокқа салып жуғаннан кейін кететін болады. Тап-таза болып шығады, аппақ болып. Сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет лайфхак сіздерге. Ручканың пастасы и жидкость. Жидкостьімізбен тез кетеді. Егер сіздерге пайдалы болатын болса, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер өздеріңіз қалай кетіресіздер, осылай ручканың пастасын қалай жуып кетіресіз. Сонымен комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып, бөлісіп кетсеңіздер болады. Мен де ескеріп, оқып қарап шығатын боламын. Өте керемет лайфхак. Тағы да бір әдісі бар. Онымен де бөлісіп кетейін сіздермен. Енді тағы да екінші әдісімен бөлісіп кететін боламын. Міне ручканы алдық, өзіміз сызып аламыз. Осылай сызып алдық. Енді бізге көмекке амин қышқылы келеді. Осы амин қышқылымен де кетіруге болады, раствормен. Кез келген аптекалардан алсаңыздар болады. Барлық аптекаларда сатылады. Бұның иісі жаман болады. Негізі жаңағыдай перчатки киіп істесеңіздер жақсы. Осылай шашып алдық та. Міне осылай кетіреміз. Амин қышқылы да кетіретін болады. Бұның иісі жаман болады. Мына жидкость деген кез келген үйден табылады. Иісі жаман. Міне кетірді. Қайсы сізге ұнайды, сол екі лайфхактың біреуімен қолданып көрсеңіздер болады. Өздеріңіз тексеріп көріңіздер. Міне екеуі де қолжетімді бағада, ешқандай қымбат емес. Мына жидкость кез келген үйден табылады. Қыздар бар үйден қолданып көрсеңіздер болады. Мына амин қышқылында аптекадан алсаңыздар болады. Қатты қымбат емес, 80 теңгелей 70 теңге тұрады. Осы лайфхагым сізге ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Мына көкшіл болып тұрғандардың барлығы порошокқа салғаннан кейін кететін болады. Қолданып көріңіздер. Сіздер үшін арнайы түсіріліп жатыр. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.